بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli cemaat, bugünkü vaazımızın takribi tuğustuk karım-katnas degan. Tuğustuk karım-katnas. Туыстық қарым-қатынас Аллахтың шариғатында, Құран-ы Кәрімде, әсіресе ислам дінінде, онан қалса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеттері, сөздері мен хадистерінде, істерінде өте жоғары орынға қойылған. Туыстық қарым-қатынас қарап отырсаңыздар, бұл жерде айтып тұрған жоқ, кәпір туыспен немесе мұсылман туыспен. Жоқ, туыстық қарым-қатынас болды. Туыстың ішінде біздердің осында отырған жамағаттарында, сіздердің де, менің де мысалы туыстарым ішінде әртүрлі адам бар. Ол адами фактор. Қай жағынан? Сол туыстарымыздың ішінде дінді ұстанатыны бар, ұстанбайтыны бар, ішетіні бар, шегетіні бар, әртүрлісі бар. Солай емес пе? Әрине солай. Қоғам болғаннан кейін, адам болғаннан кейін, адам өз нәпсісімен күресу жолында, бұл фәни дүниедегі өлшеулі бір өмірінде адам әртүрлі жағдайға түседі. Бірде иманы күшейетін кездері бар кейбіреулеріміздің қатайып кететін, кейбіреулеріміздің дінді өте қатты солай күшейіп ұстаймыз да, кейбіреулеріміз шектен шығып кететін кезіміз де бар. Сол сияқты діннен қашып кететін кездер де бар. Дінге менсінбейтін кездер бар. Әртүрлі. Соған сәйкес, бірақ та біздің не? Адам болып жаратылғаннан кейін, Адам алейхиссаламнан бастап біздер әкеміз бен шешемізден дүниеге келгеннен кейін біздің туысымыз болуы ол бір табиғи құбылыс, әрі Аллахтың бір неғіметі. Аллахтың неғіметімен қоса, Аллахтың сынағы. Не себептен? Өйткені біздер туыстарымыздың ішінде алдында айтып отырмыз, айтқандай осы жақсысы болады, жаманы болады. Көбісі айтады, мен туысқандарым ішінде жаман, көбісі анау, мынау деп жаңаға дейді, жылай беріп, былай шыққанда, тек айналып келіп, жалып айта беретін, шағымдана беретін кісілер де болады. Жоқ. Исламда біз дінге кірдік, альхамдулилля, дінді ұстана бастадық. Көбісі ойлайды, дінге келдім, енді менде ешқандай сынақ болмау керек шығар. Жоқ, егер де кім солай ойласа, әлгі бауырымыздың, әлгі мұсылман бауырымыздың қатты қателескендігі. Не себептен? Егер біздер дінді дұрыс түсінген болса, дінді дұрыс тексерген болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өміріне қараңыздаршы, 23 жылдық. 23 жылға дейінгі 40 жасқа шейінгі өмірі қандай болды, оның қандай туыстар болды. Туыстарының ішінде өлер сәтінде ла иляха иллаллаху Мұхаммад расулуллах деп айтпаған туыстар да болған. Кім еді ол? Али радиаллаху анхуның әкесі Абу Талиб еді. Қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туыстарының ішінде сондай кісілер болды. Әбу Лахаб ол да туыс болып келетін. Бірақ соған қарамастан ол кісілер дінге келмеді, ана біреулері дінге қарсы күресті, Әбу Лахаб сияқтылар. Бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соған қарамастан әлгі кісілердің істеген сөзін, басқасын бәрін ысырып қойып, оларға қатты жаны ашығандықтан. Шын мәнінде пайғамбарлық ең негіз ауыр міндеті, ауыр несі, сол бүкіл қиындыққа шыдау, ол ешбір адамның қолынан көп келе бермейді. Яғни, егер біз шынымен де қазіргі 21 ғасырдағы мұсылмандар шынымен де біз дінді ұстанатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы бір өмірінде ұмытпау керекпіз, өмірінде кезеңдерін. Біздің туысымыз бар, туысымыздың ішінде біздер кейбір кездері ашуланған кездері, эмоцияға, нәпсіге берген кездері біреуімізді жаман деп қалуы мүмкін, бір малға, дүниеге, бір қызметке байланысты, бір туысымыз көмектеспесе, жәрдем бермесе, жоқ. Бірақ та ол кім біледі? Ниетінде басқаша болуы мүмкін. Бірақ соған кешіріммен қарап, әлгі бізбен туыстық қарым-қатынасын үзгісі келген бауырымыз болсын, туысымыз болсын, сонымен сақтай беру керекпіз. Өйткені егер жоқ, ондай ол ана ғой, ол мына ғой, ол жаңағы дінді ұстанбайды. Өкінішке орай біздің Қазақстандағы және көптеген осы СНГ дейді ғой, ТМД аумағындағы көп мұсылмандардың қателігі сол. Не нәрсе деді? Альхамдулилля, Алла Тағала
неғмет қылып хидаятқа салды, иманға келді, дінді ұстана бастады да. Көп адамдар Құранды ашып қалды да, әртүрлі орысша переводтармен, Крачковский болсын, Саблукова болсын, тағы да басқасы болсын. Таком же сказано дейді де. Таға сырлатып, танк сияқты қиратып, егер ол адамнан қабылдамайсың ба, мына Аллахтың сөзі ғой дейді де. Әлгі туысын, әкесін, шешесін тастап, қаншадан қаншама семья не болды? Опат болды. Опат болды деген мана сол құрыды. Ол жаңа құрғандардың, мысалы, білесіздер, құрып кеткендерінің кейбіреулерінің жаңа әке шешесі, өздеріңіз білесіздер, Сирия жерінде ИГИЛ деген бір Даиш бар. Осы сияқты немесе басқа да әртүрлі горячий источник дейді ғой, горячий жаңа точкалерге істеп кетіп қалды. Не себепті? Өзінің бауырын, туысын, әке-шешесін, әке-шеше есебінде қалай қабылдайды, қалай биологический әке-шешесін, яғни мен туған әке, мен туған шеше. Бірақ та жүрегінде Аллах тағала маған осы әке-шешем арқылы жәннатқа кіргізеді ғой дейін, рухани әке-шешесінде қабылдамайды. Биологиялық әке-шешесінде қабылдайды, қарны аш тұрса, әке-шешесіне ақша берші дейді, маған ақша перевод қылшы дейді. Бірақ та ай, Алла тағала осы мен әке-шешем мейлі қандай болсын, мейлі маған дейін советтік кезеңде болсын, қандай іс істесін, бірақ та оның мен әке-шешем ғой. Маған Аллахтың алдында жәннатқа апаратын кілтім ғой. Ең бірінші рұқсатнама беретін кісі кім? Әке-шеше деп ешқайсысы қабылдаған жоқ. Қабылдамаған адамдардың көбісі істеді. Соған сәйкес әке-шешесін туысты тастап кетті. Олар қай жағын қабылдады? Дінді? Жоқ, дінді қабылдады кейбіреулеріміз. Қандай? Тек қана сақал жағынан қабылдады, тек қана балақ жағынан қабылдады. Немесе посуны читаем деген сияқты тек қана қол көтеру жағынан қабылдады. Жоқ. Дін деген тек қана Аллах тағалаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дін түскен кезде бірінші сақалдарыңды қойыңдар, немесе балақтарыңды қысқартыңдар, немесе жаңа біреуді кәпір деңдер, мұнафық деңдер, тозаққа түсесің деп айт, өзіңді мұсылманмын деп төсіңе өріп тұр, сен мұсылман боласың деген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мединелік, меккелік дәуірінде кімнің кәпір екенін де білді, кімнің мұнафық, тозақты екенін білді. Бірақ бірдеуіне ей сен кәпір, ей сен мұнафық деп айтқан жоқ. Біздің көп деген түсінбейтін бауырларымыз осы ақиқатты неге қабылдамайды? Пайғамбарымыз сүннетіне 4 нәрсеге қабылдайды да, басқасын бәрін асырып тастайды. Сол себепті біздің қоғамдағы ислам дінін ұстанушылардың арасындағы келіспеушілік, онан қалса ислам дінін үйренгісі келейін тұрған адам келіп тұр. Келеді не істейді? Қарайды. Мынау мұсылмандарың тіпті бір Европаның бір политика айтқандай, Индия мен Китайда дейді, мысалы Қытайда 300-ден аса әулие бар, 300-ден аса бұт бар дейді, 300-ден аса идол бар дейді. Бәрі тату-тәтті өмір сүріп жатыр дейді. Мұсылмандар түсінбейсің дейді. Өлтіруші де Аллаху акбар, өлуші де Аллаху акбар. Ол пайғамбарымыз басқа бір хадисінде айтылғандай, жаңағы бір-біріне қару қарсы кезеніп шыққан соңғы мұсылман, екеуі де тозаққа түсетін мұсылман. Соны қараңыздар, ислам дінін ұстанбайтын басқа бір политиктер, басқа бір саясаткерлер біліп отыр. Өкінішке орай біздің мұсылман, алхамдулилля, намаз оқиды, жаңа сақалын ұстайды, басқасы қылады. Бірақ та ой өрісі таяз, мінендей, немесе онан да жоқ шығар тіпті. Өте ілімі жоқ, сауат жоқ, сауат алғысы да келмейді. Ғалымдарды, басқаларды менсінбейді. Тек қана бір 3-4 псевдоученый бар, псевдоуағызшылар соған байланып қалған. Солардың алдында бетеп шегеленіп қалған да. Бұдан басқасын тыңдаса не істеймін дейді? Ойбай, мен адастырып жіберетін шығар дейді. Жоқ. Адастырсын, адастырмасын. Мысалы, мен өз басым көбінесе Құран-ы Кәрим аяттарын алған кезде әртүрлі ғалымдардың сөзін тыңдаймын. Қарсыласында, анаусында. Не үшін? Екеуін салыстырып отырып бір нәтижесін шығарғым келеді. Сол сияқты құрметті жамағат, ол біздердің қазіргі кездегі туыстық қарым-қатынасты үзген себептен біздің қоғамымыздағы әрбір отбасына бір государство, мемлекетті қарайтын болсақ, отбасында президент бар, премьер-министр бар, служба доноса бар, потерпевший народ бар, әртүрлі бар ғой, білесіздер, иә? Сол сияқты енді ол туыстық қарым-қатынаста болады, біреулер ренжіп қалады, біреулер ренжімейді, біреулер разы болады. Бірақ соған қарамастан әрбір семья, әрбір отбасы өзінің арасын не істеп отырады? Реттестіріп отырады. Мысалы, мен жеке өзім отбасымды алатын болсам, 5 жастағы мен 7 жастағы балам арасында төбелес болып қалады, кішігірім драмалар болады. Біреуінде екеуінде не істеймін? Татуластырамын, немесе біреуіне қаттырақ қыламын, біреуіне жұмсақ қыламын. Кезек-кезек не себепті? Яғни бұл қоғам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін бұндай нәрсені болуы заңды. Біздер көбіміз ойлаймыз, раз дінге келдік, намаз оқи бастадық, бізде бәрі отличный болады. Жоқ, отличный болу мүмкін емес.
отличный болу мүмкін дейтін болсақ, онда біздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірін, бүкіл өмірін бәрін жоққа шығарған боламыз, құрметті жандар. Біз сынақ болсын деп өзімізге тілемейміз, бірақ та Аллах тағала бізге мына пенде өзін діннің қалай ұстанады екен, өзін қалай ұстанады екен, басқаларды қалай қылады екен деген сияқты сынақтарды жіберуі заңды. Бұл фәни дүние, бұл өткінші дүние барлығымызға бірдей сынақ. Біздер ойламайық тек қана ауру келген адамға сынақ, немесе бір жаңа мүгедек болған, немесе бір жетім жесір. Жоқ, байыңа да сынақ, миллиардеріңе сынақ, басқаңа да сынақ. Чиновнигіне сынақ, басқаға да сынақ болады. Не үшін? Әлгі пендем жадасып кетпесін деген ниетпен Аллах тағала бәрімізге бірдей сынақ беруі заңды. Сол себепті осыған өмірдегі әртүрлі жағдайға байланысты біздер материалды жағдай, мысалы біреу ақша бермей қалса не істейміз? Жек көріп қаламыз, ой, ақша бермеді. Мүмкін оның баласы мұқтаж шығар, мүмкін семьясында біреу ауру шығар, немесе басқа да біреуге жақсылық қылатын шығар деген сияқты жағынан қарамаймыз да, өзіміздің выгодный, меркантильный выгоды жағымыздан қараймыз да, яғни тек қана жеке басының қамын күйттеген аламыз да біреулерге крест қойып тастаймыз, немесе жақындамай бастаймыз. Жоқ, жақындамау, туыстық қарым-қатынасты үзу ол өте дұрыс емес, тіпті лағнеттелген. Қараңыздар, құрметті жандар. Аллах тағаланың Құран-ы Кәрімнің ішінде мысалы сарих деген бар, құттау тарих деген. Ол қандай адамдардың жолына тонап, енді бай, қазіргі біздің 21-20 ғасырда деген болсақ, бандит қой, разбойник бандит деген. Яғни сол кісіні мысалы аяқ қолдарын шауып өлтіріңдер дейді, азаптаңдар дейді. Бірақ та лағнеттемеңдер дейді. Лағнеттемеген Аллах тағала. Ал бірақ қатиғу силату рахымда мына Мұхаммад сүресінің 22, 23, 24 аятында лағнет деп тұр. Лағнет дегенде әлгі мұсылман мейлі мың жерден мен әдемі мұсылманмын, ахи мұсылман, басқа мұсылман деп төсін ұра берсін былай. Бірақ та ол Аллахтың алдында лағнетке шықса, оның түк те пайдасы жоқ. Мейлі ол сақалын өссін, басқа өссін, басқа қылсын, төсін ұра берсін, мен анаумен араласам, мен мынаумен араласам десін, түк пайдасы жоқ. Оның қасында мейлі қарапайым ғана болсын, бірақ та қандай да жаман болмасын, қандай да жек көріш болмасын, басқа бір туысқанына шыдап, соған сабырлық қыла отырып, әлгі туысқан сізді көрмеймін, қорқып кетші, жоғал шар деп атса да, әлгі кісіге барып туысыңызға амандасып, қал жағдайын сұрасып, үйіңізден қуып шығып жатса, немесе үйіне кіргізбей жатса да, әлгі кісі үшін намаздан кейін дұға қылып, әлгі кісінің шаруалары, ауруы, басқа да деті шешілсін деп дұға қылсаңыз, бұл қияметте иншалла бізге еселеніп қайтады да ол. Өйткені бір хадистерде келеді, Аллахтың ғаршысы менен туыстық қарым-қатынас екеуі жалғанып тұр дейді. Мән қатаға егер де кімдегі болса ғарышпен ортасында қарым-қатынас, туыстық қарым-қатынас үзетін болса, Аллах тағаламен қарым-қатынас үзген болады. Бір тәпсирлерде келеді, Мұса алейхиссаламның дәуірінде білесіздер Фирғауын деген болды. Оны кейбір ғалым кісілер айтады, заиф хадис дейді. Білесіздер Фирғауынның не істегенін. Енді істемеген жоқ қой енді, Құдай сақтасын. Бірақ та ол қаншама Фирғауын бола берсін дейді. Мұса алейхиссалам оған дұға қылған кезде, я Мұса, я Алла тағала осы Фирғауын шектен шықты, осы жер бетінен құртшы деп, немесе азабын жіберші деген кездері әлгі заиф хадисте айтылып келеді, маузу емес. Не дейді? Осы дұғаның қабыл болмауына біраз күн өтеді екен дейді. Не себеп десе, әлгі Мұсаның қарт анасы болған екен дейді. Мұса емес, астағфир, кешіресіздер. Фирғауынның қарт шешесі болған екен дейді, қарт анасы. Фирғауын сүрге әлгі қарт анасына қызметін қылып, қарт анасы дүниеден озғаннан кейін бар дұға қабыл болып, білесіздер, Аллахтың азабы келіп, суға батырылып өледі, лағнеттеледі, оның тәубасы қабылмайды. Көрдіңіздер ме? Мүмкін кейбір орамсың, заиф хадис шығар, заиф хадис деп айтқан кейбір ғалымдар. Бірақ та бұл жерден шығатын зүбді дейді ғой, яғни негізгі мақсат не? Фирғауынның өзі шешесін сыйлаған екен де, құрметті жандар. Тіпті басқа бір хадистерде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам джихадқа, білесіздер, Алла жолында үлкен соғысқа баратқан кездері бір кісі келеді, я Расулалла, мен де джихадқа барайын деп едім дейді. Сен әке шешең бар ма деген кезде, бар дейді. Қандай әке шешең? Қартайған әке шешең, яғни өзін-өзіне қызмет қылмайтын. Сен сол әке шешеңді джихад қыл деді. Бұны бауырларымыз түсінбеу керек. Әке шеше біздің кейбір узколобный бауырларымыз бар, әке шешеге джихад қылып, барып соны шауып тастау керек шығар. Жоқ. Яғни әке шешеңде қызмет қылып, соның разылығын тауып, көңілін тауып, үсті басын таза ұстап, астын жуып, бүкіл тамағын шайын дайындап берсең, міне сол сенің джихадың дейді, құрметті жандар. Онда айтқан жоқ, ана джихад деген көбісі жоқ, бір адам шаба беру шығар. Жоқ, адам шабу, адам өлтіруді ойлайтын болса, ол да кейбір бауырларымыздың ақымақтығы.
білімінің таяздығы немесе білімді мойындамайтындығы, құрметті жамағат. Мүмкін кейбіреулер айтатын шығар, Кенжебек қатты айтады. Қатты айтамын әрине. Неге? Өйткені біздің қоғамымызда өкінішке орай, білесіздер, сирияға кеткен қаншама бауырлар кетті, мұсылман бауырлар. Осы интернетте әртүрлі мәліметтер бар. Құқық дейді ғой, КМБ-ның мәліметі бойынша, білмеймін, 500-ден астам адам дейді. Қаншама семья кетті. Мында жүріс әке-шешелер жаңа. Ойбайлап, ойбай баламды қайтар, қызымды қайтар, үйт, неге маған үкімет көмектеспейді дейді. Сол ақымақ бауырларымыз кезінде ойланбады ма екен осында жүрген кезінде? Мында дейтін жетеді ғой Қазақстанда. Егер сауап іздеген болса. Біздің қоғамда не? Бәрі де бар. Орысың бар, қазағың бар, шөштің бар, ішетінің бар, ішпейтінің бар, наркоманың бар, басқа бар. Егер де солар дұрыс жолға әрқайсысын салатын болсақ, біздер шындап бүгін не істер едік? Баяғыда былай шыққанда бүкіл үмметтің алдынан шығып кеткен бар еді, құрметті жамағат. Жоқ, біздер не жағынан қараймыз? Сол ана таяз бауыр ойлайтын боламыз. Маған ұнамады ма? Бол, лақтырып тастау керек. Он же не принимает же. Он типа бисмилля там без разницы ему ничего. Мүмкін қараңыздар бір сондай діндегі ұстанбаған бауырымызды оның халіне, оның жағдайына кіре отырып қарау керекпіз да. Әлгі бауырымыз тамағының жоқтығынан, мүмкін қиналып жүргендігінен, немесе бала шағасын асыра алмай жүргендігінен, дінге дейін де мүмкіншілігі жоқ шығар деп қарау керекпіз да. Жоқ, біздер тар жағымен қараймыз. Тар жағымен қараймыз да, надандықтарын іс-әрекетімен істейміз, сосын кейін айтамыз, ойбой, бізді бүйтіп сынап жатыр, бізді бүйтіп қинап жатыр. Субханалла, сол себепті арабтарда мақал бар емес, адун акилун хойрун мин садиқин жахилин дейді. Ақылды дос, надан, ақылды жау, надан достан артық дейді. Бұған қосымша айтар едім, ақылды жау, бірақ надан мұсылман бауырымыздан кейбір кезде жақсырақ болар еді деп ойлаймын да. Егер біз надан мұсылман бауырымыз кейбір жерде надандар, мойындамайды, яғни қырсық надандар ғой. Мысалға хадис айтасың, аят айтасың, түсіндіресің, жоқ, қабылдамайды, қырсық қалған. Бұқаны мойынсақ, мойны қатып қалған. Олар ойламайды. Мен мысалы өздеріңіз білесіздер, мен мысалы өзіме кейбір нәрсе ұнаса, ол маған ұнайды, сіздерге де ұнау керек деп, мен сіздерге оны күштеп таға алмаймын. Неге? Өйткені ол менің нәпсіме, менің дүниеме, менің тәніме, маған бүкіл физиономияма сәйкес келетін зат шығар. Бірақ оның барлығы жақсы көрмеу деген, барлығын сіздер жақсы көрмеуіңіз, мысалы бұл сіздердің еріктеріңіз. Бірақ та Аллахтың хақиқаты, Алла тағаланың мына аяттары көбінесе не деп келеді? Мұхаммад сүресінің 22-23 аятында осы туыстық қарым-қатынасты қандай зиян, туыстық қарым-қатынастың бір пайдасы сол, басқа бір хадистерде келеді. Егер де кім туыстық қарым-қатынастың сақтау дейді, құлды азат етуден де артық дейді. Басқа бір хадисте келеді, туыстық қарым-қатынасты сақтау ол өмірдің ұзын болуы және рызықтың көбеюі дейді. Онан қалса туыстық қарым-қатынастың ішіндегі ең ауыр кешірілмейтін күнә не ол? Уқуқул уәлидәйн. Яғни әке-шеше мейлі қандай болсын, соған байланысты қарсы шығуды, сонымен екі ортада қарым-қатынас үзсек, міне. Өйткені қазіргі кездегі советтік кезеңнен қалған көп ата-аналарымыз бар, кезінде октябрь болды, пионер болды, комсомол болды, партия болды, әйтеуір біраз жаңа атеизммен уланып қалды да, оларға кейбір діндегі түсініктер қабылдамауы мүмкін. Өйткені олар миылар, бірақ та біз соған кешіріммен қарамаймыз да. Алып келеміз бәрін. Мына Құранның аятын мойындама, демек кәпір екен. Жоқ, Құдай сақтасын, ол айту дұрыс емес. Ол қатты қателесу, бауырлар. Басқа бір хадисте айтылғандай, егер де жәннатқа қатиғу я силатур рахм, туыстық қарым-қатынасты үзуші адам кірмейді дейді. Онан қалса, мына бір аятта келеді, астағфируллах, فهل عسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Сіздер қарсы келесіздер ма дейді, ертең егер де сіздер артқа шегіне отырып, жер бетінде бұзықтық тарата отырып деп отыр Аллах Тағала. Не істеу арқылы? وتقطعوا أرحامكم. Өздерің туыстық қарым-қатынастарыңызды тұқыттығу, майдалап кесіп тастау деп отыр. Бұл жерде құрқотығың бар, ақтаға бар, қоттаға бар. Ал тұқыттығу, яғни силатул мүбалаға дейді. Яғни күшейтпелі мағынада айтылып тұр. Сол туыстық қарым-қатынасын үзіп тастайсыңдар ма деп отыр. Кейінгі аяттарда олар жөнінде не деп тұр? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Бұл аят өте ауыр аят, құрметті жамағат.
Ол адамдар, сондай адамдар, жаңа осы туыстық қарым-қатынасын өзіміз түзейтін адамдар, Алла тағала оларды лағнеттейді деп тұр, қараңыздар. Пайғамбарымыздың хадисінен де өте күшті айтылып тұр. Аллах та олардың құлақтарын бітеп тастайды, көздерін несеп тастайды, соқыр қылып тастайды деп тұр. Бір аузын жаппауы мүмкін, көзін бітті, құлағын бітейді, көзін көрмейді. Яғни әлгі лағнетке ұшыраған адамның хал жағдайда өздеріңіз білесіз, мына бұл фәни дүниеге хал жағдайдың өзі солай. Олар бар проблеманы көргісі келмейді да. Қош деп қашып тұрады. Немесе мына айтылып жатса бір туыстық болады, туыстық әрбір семьяда, әрбір отбасыда әртүрлі драмалар бар. Ұрыс керіс болуы заңды бұл. Сонда кезде не істейді? Құлағым жауып алып, олар қашып кетемін дейді. Жоқ, қашпау керек біз құрметті жаңағы. Басқа бір хадисінде келеді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, егерде кімде-кім адамдардың арасындағы зәбір жеткізуіне шыдай отырып, соған қарамастан сол бауырлармен, сол бір мұсылман бауырлармен, туыстармен қарым-қатынасын сақтаушы кісі, сақтаушы мұсылман, басқа бір мұсылман бауыр бар, семьясында, отбасында проблемасы не істеді? Қашып кетті. Бар ғой ондайлар, бар. Бар ғой ондайлар, бар әрине. Онан кейінгі 23-ші аятында Аллах тағала былай ауыр айтып тұр: "Афала яхдабарунал Qur'ана ам ала қулубин ахфалуха". Аллах тағала сұрақ мағынасында афала яхдабаруна. Әлгі осындай лағнетке ұшыраған туыстық қарым-қатынасты кісілер, мейлі кім болсын, мұсылман болсын, басқа болсын. Афала, егер мұсылмандар болса өте ауыр да, қараңыздар. Афала яхдабаруна Құран. Олар Құранға тәдәббүр, яғни пікір жүгіртіп, дұрыстап қарамай ма деп айтады. Амала қулубин ахфалуха. Немесе олардың жүректерінде құлыптар, яғни құлыпталған ақиқатіне кірмейді. Оны құлыптатады, шайтан құлыптатады да кілтін алды да лақтырып жіберіп бір жаққа. Әлгі пенде оны іздегісі келмейді. Неге? Өйткені өзінің бір ғана бір-екі жизненный позициясы, жизненный несі бар, өзінің кредосы бар. Мұсылман болса осылай, ана болса мынандай. Демек қабылдамады деген сияқты. Жоқ. Аллах тағала олардың, қараңыздар, егер мұсылман бола отырып, біздер осында біз мойындамасақ, Аллах тағала біздің жүрегімізге, мейлі сыртымыз бүтін болуы мүмкін, бірақ ішіміз түтін болуы мүмкін. Сол себепті құрметті жамағат, бұл туыстық қарым-қатынасты іздеу, жер бетінде Адам алейхисаламның ұрпағы, мейлі қазақ болсын, араб болсын, бай болсын, кедей болсын, басқа болсын, орысы болсын, басқасы болсын, шүршті болсын, орташасы болсын, шенеунік болсын, басқасы болсын. Бірақ та біз туыстық қарым-қатынасты не? Сақтау керекпіз, ұстану керекпіз, онымен өмір сүру керекпіз. Онымен өмір сүргіміз келмесе, онда білмеймін, біз өзіміздің әрқайсымыз өмірлік пенде есебінде, мұсылман есебінде өзіміздің миссиямызды, өзіміздің міндеттерімізді дұрыс орындамағанымыз. Ал ондай нәрседен қашады қандай адам? Кәпір адам қашады, немесе мұнафық адам қашады. А мұсылман адам проблема бар. Альхамдулилля, проблема жоқ. Альхамдулилля, екі положениеде спокойно өмір сүреді. Жоқ, мен мұсылман, мен намаз оқыдым, мен посуни оқимын, все, у меня не должно быть проблемы деген сияқты түсінік. Ол надандардың түсінігі. Мұсылман, бірақ надан мұсылмандар. Кәпір деп айтпаймын, құдай сақтасын, мұнафық деп айтпаймын. Надан мұсылмандар сөйтіп ойлайды да. Менде бәрі отлично, идеально, мүмкін емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 жылдық пайғамбарлық кезеңі, онан кейін 40 жылдық өмірін бәрін дұрыстап қарастырыңыздаршы. Бір пайғамбарымыз тоя тамақ жеген кездері болды ма? Ішіне тасты алатын да булыжник дейді. Бүйтіп байлап алатын. Не себепті? Мына іш мойында асқазан немесе ішек сылқылдап түсіп, мазаны алмаш ұстап тұрады. Тіпті басқа бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір сүрген кезінде кейбірі 30 күн, 40 күн деп басқа бір аятта үйде қазанның көтерілмеген кезі болды дейді. Қазан көтерілмеген сөздің мағынасы не? Тек қана ыстық тамақ ішпедік деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді бұл жерде құрметті жамағат ойлап қалмаңыздар, Кенжебек барлығын солай өмір сүрсін деп жатыр екен деп. Жоқ. Әрине бай болыңыз, қуатты болыңыз, миллиардер болыңыз, бірақ та Аллахтың алдындағы әлсіз, кей жерде күшті, кей жерде күшейетін, бірақ та шайтан уәсуаса қылса, адам бейнесімен шайтан уәсуаса қылса, діннен шығып кететін, әлсізге сол арқылы сол амандыққа тозаққа түсіп кететін пенде болып қалуымыз мүмкін деген қорқынышты өмір сүреміз. Біз айтпау керекпіз, мен мешіт салдым, мен бүйттім, сөйттім, рай гарантирован. Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл ісін қарасаңыздаршы,
Пайғамбарымыздың бүкіл өмірі қандай еді? Ешқандай рахат болған жоқ. Ал оның қасында сондай сахабалар болды. Басқа мына Тәуба сүресінде келеді. Білесіз, Тәуба сүресінде мұнафықтарға байланысты. Әлгі Тәуба сүресінде бір мұнафықтардың басшысы болды. Абдулла ибн Сәлул деп білетін. Соның баласының өзі келіп тұрып, я Расулалла, мен осы әке шешемді өлтірейін ба деді. Бүйтіп жіберсе өлтіре салады деді. Жоқ деді пайғамбарымыз. Қараңыздар, қандай жаулар болды, соның бәріне кешіріммен қарады. Ол сияқты жауларды бізге бермей-ақ қойсын, біздерге беретін болса білмеймін. Қазіргі кездегі мұсылмандар 1,5 миллиард емес, 15-ақ қалып қойуы мүмкін бе, кім біледі. Біз сұрамай-ақ қойық ондай. Бізге сұрақ, мұндай сынақ берілсе, біздер көбіміз көтере алмаймыз, құрметті жаман. Бірақ та біздің осы қазіргі дәуірімізге сәйкес, өмір сүріп жатқан қоғамымызға сәйкес әртүрлі сынақтар бар. Оны жоққа шығара алмаймыз, жоққа шығаруға болмайды. Жоққа шығарып қарайтын болсақ, біз не істеген болғанбыз? Өмірде жоққа шығарғандай боламыз. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولعامة المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب